Баршаңызға сәлем достар. Бүгін табада пісетін тауық етінен ең оңай французша етті дайындаймыз. Өте дәмді болып шықты. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен видеодағыдай тауық етін сақтап, төртбұрыштап турап аламыз. Табаға зәйтүн майын құйып, туралған тауық еттерін қуырамыз. 2-3 минуттай өз суына бұқтырып пісіреміз. Дәміне қарай тұз бұрышын қосып, 1 ас қасық қаймақ қосып араластырамыз және де 5-10 минуттай бұқтырып пісіреміз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға ірімшік, тұз қосып араластырамыз. Табаға кішкене зәйтүн майын жағып, бетіне үкіштен өткізілген піскен картоптарымызды саламыз. Тұздаймыз. Піскен тауық етін саламыз. Бәрін біркелкетіп жайып, бетіне қызанақ және де салманы саламыз. Салманы да қасықпен біркелкетіп дұрыстап жаямыз. Жұмыртқа мен ірімшік піскенше 10-15 минуттай пісіреміз. Біздің табадағы французша ет дайын. Бетін қалауыңызша кез келген көк шөппен әсемдеуіңізге болады. Мен петрушканы қолдандым. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.